ешкім жынды емес, бәрі ақылды четінен, сондықтан басын қатырмаңыздар. Сондықтан сен өз семьяңы өзіңе жайылып жақсылық жасасаң, керегі сол. Қайырлы күн. Күйеуім Нұрлан имамды кафе бумынан көрдім дейді. Күйеуім Нұрлан имам кофе ішеді екен дейді. Ішеді ғой кофені. Кофені жайын шығарады. Кім не береді, соны ішеміз. Арақтан басқасын. Әкем 35 жыл бұрын қайтыс болды. Оны өскен сайын ойлай беремін дейді. Енді құр ойлағаннан пайда жоқ. Сол әкеңіздің жасай алмаған жақсылықтарын жасаңыз. Артынан дұғашы болыңыз. Өміріңізді жақсылыққа бағытта қарындасым. Сонда жақсы болады. Иншалла, өмір қысқа ғана өмір. Алла жәннетте жүздесулеріңізге нәсіп етсін. Астанада туылғанмын. Шымкенттің ер азаматына тұрмысқа шыққанмын. Шүкір. 4 баламыз бар. Енемен тұрады. Астанада айтқан сөзі Астананың адамдары мал деп айта береді, мен білмеймін дейді. Өйтіп айтпайды. Өз жауап береді. Сен сөзін аңдыма. Қазір өз сөз аңдыған заман болды. Не істейсің сен маған? Не істей аласың сен маған? Өй түрің құрсын дегенде айтпаңдар жан. Олын ондай таратпаңыздар. Керек емес нәрсе. Қайтесі ол өз жауабын өзі береді. Күйеуімнен намаз оқуына сұрауға бола ма? Түсінбедім. Сәл былай ойды тұрыс сауатты жеткізсеңіз жауап берейін. Күйеуім анамды балағаттады, екі ортада қалдым дейді. Ол өз анасын өзі балағаттады, сіздің анаңызға зәредей қатысы жоқ дүние. Сондықтан оған кірмеңіз, ол өз жауап береді. Сіздің анаңызды боқтамайды ешкім, ол өз анасын өзі боқтайды. Бірден 3 талақ түседі егер айтқан болса. Өзім ұнатқан, үйленейін деп жүрген қыздың пәктігін алып қойдым. Артынан ол туралы жағымсыз жайттарды білдім. Енді үйлену міндет па дейді. Міндет. Істегенің арам, тәуба қыл. Енді соны аяққа таптасаң қалай болады? Ал жаным. Көлікте намаз оқу, көліктің ішінде намаз оқылады, егер шығуға мүмкіндік болмаса. Басқа уақытта көліктің ішінде намаз оқылмайды. Жолдасым кеткені 10 ай болды, бірақ талақ бермеді, күтіп жүрмін. Басқалар айтады, болды, сенің некең жоқ, ажырасқансың дейді, ол сенің күйеуің емес дейді. Менің күтіп жүргенім қате ма дейді. Кеткен кезде қалай кетті, мәселе осылай. Сізге талақ берген жоқ болса, арабша, яки сотпен ажырасып қалған болса, онда күткеніңіз болғанда сенің күйеуің болып тұра береді. Сурет салу күнә ма, художник едім дейді. Сурет күнә емес жаным. Сурет ұятсыз нәрсе салма, арсыз нәрсе салма, біреудің жалаңаш денесін салма, бірақ натюрморт, табиғат, көп қой салатын дүние, жақсы дүниелер. Каллиграфия бар, соған өтсең өте жақсы болады жан. Жігіттің қай қасиетіне қарау керек дейді. Жігіттің қасиеті келешекте көрінеді. Жақсы болып көрінген жері жаман болып қалу ықтимал. Сол үшін бүгінгі таңда әлбетте пайғамбарымыздың хадисімен сұрасаңыз иман тұрады басында. Егер ол жағын көрсетпей алса, онда бірақ нәрсесіне қарау керек. Еркек адам сөзіне еркек сияқты тұрған болу керек. Яғни өтірік айтпаған болу керек десем түсініктірек болады. Өтірік айтқан адам барлық нәрседе әлсіз болады. Намазға жығылсам ба деп едім. Сөзім білмеймін, не істесем болады дейді. Оп-оңай. Кітап аласың. Кітап емес, интернеттен қарайсың, ютубтан намаз оқып десең былай шығады. Сол не деген аласың да қағазға көшіріп жазасың. Жазған жақсы болады. Қайидул илма бил китаби, білімді жазумен бекітіңдер дейді. Соны ютубты қосып аласың да жаза бересің бәрін. Намазда былай деген жазасың. Сол намаз кітап саған өмірлік нұсқа болады жаным. Өте тамаша болады. Сөйткен жақсы болады. Соған қарап оқисың. Бауырым намаз оқып бастады. Бізбен сөйлеспейді. Неге бірге тамақ ішпейді? Анама қатты сөйлейді дейді.
оған түсіндіріп айту керек, ол нәрсесі дұрыс емес. Кімнің уағызын тыңдап жүргенін біліңіз. Мүмкін салафи уахабистер тыңдап жүрген шығар, басқа жағдай шығар. Ахмадия жамағаты бар бізде, такфири жамағаты бар. Сондықтан сондайдың біреуіне кіріп кетпеген болса, онда кіріп кеткен болса қиындау жағдай. Ұстаз 5 уақыт намаз оқуыма қарсы дейді. Тығылып оларға оқымай өтірік деп айтам, сол дұрыс па дейді. Кім қарсы? Әкем тәкаппарлық көп істей берген, Алладан оны кешірсін деп сұрасам, әкем тапарлық істей берген, әкем кешіре ма дейді. Кешіреді? Кешіреді. Аллах тағала рахымы шексіз. Мәсәлул ахауайни кәмәсәлил ядайни. Екі мұсылманның мысалы екі қол сияқты. Біреуі кір болса, екіншісі жуады. Біз пендеміз, біз қателесеміз. Енді тәкаппарлық деп әкеңді сен төмен түсірмей-ақ қой. Ол қателігі болса өзі жауап береді. Бірақ сен әкеңе ондай ауыр сөз айтпай, жан. Қазір мешітке барамын. Жұмаға барған сайын түсімде жасан нәрсе көп көремін. Жын шайтанды адамның ішінен дем салдырып ал, мешітке барған кезде жақсы болады. Көңіл айтқанда иманды болсын деп айтқан дұрыс па? Дұрыс. Ұстаз, мен 4-ші сынып оқитын ұлым бар. Әкесі екеумізге намаз оқыңдар дейді. Біздер дайын емеспіз дейді. Тамақ ішуге дайынсың ба? Дайын болмасаң да жей бересіз. Сол сияқты дұрыс айтады әкеңіз. Жақсы болсын дейді баланы, иманды болсын дейді, ертең арамға бармасын дейді. Дұрыс айтады жаным, дұрыс айтады Айзатжан. Сүннетпен жүреміз дегенді қалай түсінуге болады? Сүннетпен жүреміз дегені имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын және мазхабтарды ұстанбаймын деген сәләфилікті айтады. Некесіз бала харам ба дейді. Некесіз істің өзі харам. Тұқым бұзылу, нәсіл бұзылу харам. Ал бірақ бала дүниеге келген болса, баланы түртуге де болмайды, сен некесізсің деп айтуға да болмайды, балаға тек қана жақсы тәлім тәрбие беру керек. Ол бала қазақтың патшасы болуы мүмкін, елдің үлкен өсіп, ғылым қуып, білім қуып, қазаққа еңбек сіңірген, елге еңбек еткен үлкен едәуір азамат болуы ықтимал. Сондықтан баланың кінәсі жоқ. Орамалға келгім келеді, бірақ елдердің сөзінен қорқам дейді. Елдің сөзі не? Сөйлемейді деп атсың ба не? Ел қазір түйе сыйласаң, нағып жібімен бермейді деп айтамыз. Машина берсең, нағып қымбат машина бермейді деп айтамыз. Қымбат машина берсең, электр кар нағып бермейді деп айтамыз. Адам айта береді. Елдің сөзін не аласың сен? Сен Құдай не айтады деп ойламайсың ба? Құдай сөйлей береді. Шаш өсіру сүннет па дейді? Жоқ, дұрыс емес. Шаш өсіру сүннет емес. Қажылыққа барғың келеді дейді. Дұғасын жасай бер. Алла тиыннан қоя бер. Құдай қаласа қажылыққа барам деп атаңның дәстүрі, нәсіп болса барасың. Одан кейін Меккеге бара алмасаң да жақсылық ниет сені соған жеткізеді. Одан кейін әйел адам болсаң, күйеуіңе қызмет қылсаң, жас бала болсаң, ата-анаңа қызмет қылсаң, қажылыққа барғандай сауап аласың жаным. Жігітім студия ашқан дейді. Меніменен басқасының бәрін шақырған дейді. Талай рет көмектеспегенмін дейді. Айтуынша қыздармен амандасқанда сүйісіп, құшақтасып амандасады екен. Қалай ренішті жіберем дейді. Студияның ақшасын тартып ал енді. Қайт жабылып қалсын студиясы. Не дейін енді? Шаш өсіру сүннет. Айтпаған. Сүннет және парыз намаздарда сәждеде ұзақ дұға сұрағанға намаз бұзыла ма? Қазақша сұрамасаң болды. Сүннет намаздарда сұралмағаны дұрыс. Парызда вообще сұралмайды. Қосымша намаздарда сұрауға болады, тахаджудтерді. Намазда тұрғаныма 1 жыл болды. Жан ұяда жаңа жыл отырыс болады. Сонда отыруға бола ма, қалай болады дейді. Біріншіден дастарханда арақ қоймаса, екіншіден дастархан жайса, енді сені ол жерде отырмасаң, ағайын бөліп, исламды қаралап, сені вахабист деп жаман бір сөздер айтатын болса, ода тұрған ештеңе жоқ. Егер сені қаралап жалғыз өзің қалған ағайыннан безіп кететін болсаң, түсінікті? Бірақ арақ болмасын. Сол көз тартса не болады дейді. Окулистке бару керек.
сол көз тартса сөзіңді бүйтіп қой, уқалап қой, болды. Жаңа біреулер бүйтіп сүйіп қуанам немесе жылайым деген сөздер анекдот. Онда да қоймай бүйтіп тарта берсе, скотч жабыстырып қойсаң болды. Бүйтіп мына былай қарай тартса былай тарт, былай қарай тартса былай тартып қой, болды. Қояды. Менің досым шаш өстіру сүннет, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз шаш өсірген деді ғой дейді, қателеседі. Күйеуім арақ ішпеймін деп уәде берген. Бірақ сөзінде тұрмады. Сол үшін ренжіп қалды. Қоямын дейді, қайта кешіріп қосылса бола ма? Қосыл жаным. Қосыл, қояды. Алладан сұра, жәрдем бер оған. Намазға тұрғыз, мешітке апар. Намаз оқып дейді, бірақ күйеуін жоқ, басқамен кездесіп жүрсе дейді. Күйеуі жоқ, басқамен кездесіп, намаз қабыл болады, бірақ істегенсіз зина болады. Достарымыздан айырылысып барамыз, ара қойылады деп, ағаймен араласуды тоқтатамыз ба дейді. Неге сіздер оларды құрметтеу керексіздер? Сұрақ. Неге мені құрметтемейді деген өзіңіздің құныңызды неге төмен түсіресіз? Айтыңызшы. Неге құндарыңызды төмен аласыздар? Неге сені сыйламау керек? Сонда бір арақ үшін бұзылып жатыр ма семья? Ағайындығың? Жарайды, елдің бәрі алкаш екен. Туысқанның бәрі алкаш, ішкіш. Сонда енді сен де барып ішіп алсаң енді не болады? Елдің бәрі коррупционер болса, енді бәрі істеп жатыр ғой, бәрі туысқанның бәрі коррупционер. Мен де коррупционер болайын дейсің ба? Бұлардың бәрі убийца, киллер. Мен де киллер болайын дейсің ба? Қалай енді? Неге олар саған қарамау керек? Неге өз құндарыңызды төмен түсіресіздер? Қашанғы жағымпаздан, сол совет үкіметінен қалған құлдық сана бізде. Жағымпазданып, анаған, туысқанға жағымпазданып, анаған жағым. Жоқ, олай болма, неге сен жығыласың? Неге жығыласың, сен кінәлісің ба? Айтшы, сенің намаз оқуың сол кінәмі не? Сенің шындық айтуың, сенің адал ас жасауың, сен туысқандарыңды сонда бір бутылка ұстап тұрма сіздер сонда ағайындықты? Қалай ойлайсыз? Бутылкамен дос боласыздар ма сонда сіздер? Жоқ, олай болмайтын шығар. Қоянның еті халал ма? Халал. Тек қана дала қоянның атуға рұқсат керек, одан кейін бисмилля деп атылу керек. Баламда төбе шашы тез өседі, қара болып. Бұл тұлым ба, шаш па дейді, шаш болып. Әркімдікі әрқалай. Оны өсіре бермеңіз. Күйеуімнің қалтасына рұқсатсыз ақша алып істетсем бола ма? Болмайды. Ұрлық болады. Арам болады. Күйеуінің рұқсатынсыз ақшасын тонама жаным. Даже тексерме. Телефонын да шұқыма. Қазір көп әйелдерге арман болды. Күйеуінің телефонын шұқысам екен. Камазис деген кім, ол контакты кім, кімнен сообщение келді, жаңағы дос деген кім деп бәрі контакты тексеріп, өзіңе көшіріп ал. Содан кейін оны жаңағы get контакт бір пәлелерге салып көріп, Каспийдің несіне салып көріп, ана жерден ұлдың аты шыға ма, әйелдің аты шыға ма, кімге керек емес нәрсе. Бұл ажырасуға алып келеді. Семья досты тексеру достықтың тоқтауын алып келеді деген сөз бар. Сол сияқты күйеуді тексеру, аңду семьяны бұзуға алып келеді жаным. Неге мешітте сәләфит, уахабит деп бөліп айта бересіздер? Олар бәрібір ұстанымында да қала береді ғой. Олар мұсылмандар емес пе? Біз олар кәпір деген жоқпыз ғой. Олар мұсылман. Бірақ сенімінде қате бар. Олар да бізді жетістіріп атқан жоқ. Мақтап атқан жер шамалы. Сондықтан біз оны бөлмейміз, олар өздері бізді бөліп тастаған. Тағут дейді, бір нәрсе дейді, білеміз олардың барлығын. Сондықтан біз бөлмейміз. Ал енді айтқанды айту керек. Ауруыңды жасырсаң өлім әшкере дейді. 30 жыл бойы айтпай жасырып келдік, бізде жоқ деп. Ақырымыз кеше қаңтар оқиғасын аяқталды. Сондықтан шындықты айту керек, сәләфиді деу керек, каратисті деу керек, ұрлықшы деу керек. Айтылу керек қой бәрі. Жоқ, бізде ондай жоқ деген болмайды. Мейрамбек айтқанды айтуымыз керек. Өйткені қоғамды бұзған, қоғамға ірткі салғандар өтірік емес, теракт жасаған өтірік емес, өтірік па? Өтірік емес. Өлтіре бер деген айтқаны, полицияларды өлтіре бер деген пәтуасы өтірік емес, суруриттердің. Так что, ол шындық деп айту керек. Аға, қанша намаз оқып жатсам да, қанша намаз оқып жақсылық жасасам да, өзімді жаман адамдай көремін. Ондай ойлар шаршатты дейді. Бұл жақсы нәрсе. Пенде жақсылық жасап, намаз оқып, садақа беріп, өзгерсе, бүйтіп, мен осындаймын. Бұл вот это жаман. А егер сен жақсылық жасай тұрып, өзіңді төмен алсаң, онда жақсы болады.
Өйткені сен тағы да мотивация пайда болады саған. Мен жаман екем, бұдан да жақсы болайын деп. Идрис деген пайғамбар өткен. Идрис пайғамбарға Алла тағала сұрай бергеннен тілектерін берген. Соның біреуі тозақты көріп келейінші деген. Тозақты көріп келген. Жәннетті көрейінші деген. Жәннетті көрген. Жанын алып, жанын шығарып көріш деген. Оны көрген. Сондағы мақсатың не деп сұраған ғой? Мақсатым құлшылықты көбейтейін деген. Тура сол сияқты өз пайғамбар ол. Пайғамбар болса да сондай талпынған. Демек сіз бен біз де талпынуымыз керек. Мен түні бойы тахаджуд оқыдым десең жақсы емес. Ғалымдар айтады. Түні бойы құлшылық жасап дейді, күндіз елдің алдында битіп жүргенше дейді, лучше түні бойы ұйықтап дейді, күндіз ел қатары жүрген жақсырақ болады дейді. Яғни тәкаппарлық, кібірлік пайда болады сенде. Сол үшін кішкене төмен алғаның, өзіңді бір төмен адам санағаның Құдайдың алдында жақсы. Ол дәреже болады жан. Совсем полға түсіп кетпейтін шығарсың енді сенде. Ол кезде молдаға барып көрінесің. Маған ағам ешқашан арақ ішпеген, бірақ тойында бірінші рет ішкен, бірақ ешқашан ішпеген. Бұл жазаға жазылам екен дейді. Адам өлтірмеген бұл, бірақ случайно бір рет өлтірді. Какая разница, бір рет өлтірді ма, екі рет өлтірді ма, бір рет ішті ма, көп ішті. Жоқ, көп ішкен жоқ, просто бітті да қоя салды. Арам бәрі арам, көбі де арам. Мысалы, ол сөздің ұяты жоқ, туалеттегі боқ. Ол кішкене боқ бұл бөлмейді ол. Ол нәжас, ол нәжас. Бір кило болса да, бір тамшы болса да, нәжістің бәрі нәжіс емес па? Жоқ, ол чуть-чуть нәжіс, нормальный нәжіс деген сөз емес қой. Солай жан. Оны қойсын деп айт. Пенде қателеседі, күнә болады. Енді күнәнің ішкені кешіріле ме деп сұрасаң, тәуба қылсын, қайтып соны істемесін деп айтамыз. Әйеліммен ұрсып қалған едік. 3 күн болды. Сөйлемей қойды дейді. Нұрхат, барып кешірім сұра. Еркексің ғой, ештеңе етпейді. Әйел адам сондай жаным. Ашуланады. Енді 3 күн ерегіссең, ол енді іштен сен жек көре береді. Жек көруді шайтан ары қарай аздырып, сенімен ажырасқысы келеді. Сонымен семья адырайды жаным. Содан кейін өмір бойы сені қарғайды жаным. Сондықтан сөйт, алтыным сол. Алтыным сол. Кешірім сұрайсың. Әйел ғой, әйелдің жүрегі жеңіл, эмоциясы көп, нәзік болады. Мен қателестім жаным дей сал болды. Совсем шпагат қотырып алма алдына жатып, мен үстімнен аттап кетті деп, өйтіп, абыройын төмен түсірме. Совсем жылап, әйелің жыласа сен қоса жылап, совсем подкаблучниктен де төмен түсіп кетпе енді. Бірақ әйелде кішкене былай кешірім сұрасаң, әйелдің жүрегі бос, жақсы болады, кешірім сұрайды. Ана тәкаппарлығын оды жерде көрсетпей ақ қой. Бірақ ел көрмесін ешкім. Есік жауып алып, түнде кешірім сұра. Жақсы болады. Сені кешіреді, сен ары қарай өмір жалғаса береді. Ешкім тыңдама. Еркек деген бүйту керек, еркек деген бүйту. Ақымақ сөз ол. 6 балам бар дейді. Түсімде постоянно нәресте көре берем, жүріп бересіз бе? Денсаулығыңызды күтіңіз, одан кейін сол балалардың тәрбиесіне қаттырақ мән беріңіз. Тәкаппарлықтың көтеретін өзінің орны бар. Еркектің көрсететін өзінің орны бар. Бірақ отбасында пайғамбардан әулие емеспіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи балаларын желкесіне мінгізіп, әйеліне жәрдем беріп, қолынан демеп, солай жасаған үлкен джентльменнің джентльмені болған. Сіз де сондай болыңыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бір оқиға есіме түсіп кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір сахаба келіп айтыпты. Біз Меккеде жүргенде депті, бұлар Меккеде Мединаға көшті ғой. Меккеде жүргенде Меккенің халқы да өзі де еркектер де мынандай мықты екен де, яғни сөзін өткізіп жіберетін. Мединаға келдік, бәрі жұмсақ екен. Мединаның еркектері әйелдеріне де жұмсақ екен. Бұл қалай екен депті. Сөйтсе пайғамбар саллаллаху алейхи әйелі кір жайып жатса, соған жәрдем береді екен келіп. Онда тұрған не бар? Ештеңе жоқ. Сен қай еркек әйелімен кір жайғанын көріп едіңіз? Бізде өлдің ғой үйтіп жасақ. Үйге барып жәрдем барып, ана кірдің ішінде бүйтіп ойнап, екеуің бүйтсең бізді өлтіреді. Енең, мамаң, ағаларың бәрі подкаблучник қылып сөйтеміз да біз. Бізде сондай бір ақымақтық бар. Ол дұрыс емес жаным. Ол дұрыс емес. Жақсы сөз сөйле. Жақсы сөз сөйле, ойна, қалжыңда. Біздің ойындарымызды адам түсінбейді. Еркектер әйелдермен ойнағысы келеді. Біздікі ойын емес, біздікі издевательство, біздікі мазақ. Ыстықты күйдіреміз, шымшимыз, ұрамыз. Бұндай садизм дейді. Бұндай садизмді доктарға көрсету керек. Ұрып, чымчып, теуіп, мыжып жақсы көретіндер бар. Бұл жақсы емес. Жақсы көру олай болмайды. Жақсы көру бір жөнімен болады. Жөнімен болады. Солай болсын. Жасым 16-да, ата-анамызбен арамызда ешқандай өкпе жоқ. Бірақ ол кісілерге ашылып, жақын сөйлесе алмаймын. Бұл нормама дейді.
сөйлескен жақсы. Егер сені тілге тартса, сен прямой сөйлеспесең, басқа жағынан кел. Мейірімділік көрсет, күлімсіреп жүр, сонда жақсырақ болады. Ата-анаңа ашылып сөйлейтін өзі уақыт келеді жаным. Қазір енді сәл осы сәтте шығарсың, айта алмайтын. Кейінірек уақыт келеді жаным. Умраға қашан барасыз дейді. Умраға 22-11 телефонына хабарласыңыздар. Группа жинап бастадық. Бұйырса Америка құрама штаттарына шақыру алдым. Америка президенті Джозеф Байденнің арнайы шақыртуын алдым. Құдай бұйырса Америка құрама штаттарына сол жерде қазақ коммуникациясымен кездесуге және көп іс-шараларға Америка құрама штаттарының имамдарымен және басқа да азаматтармен кездесуге арнайы шақыру алдым. Президенттің арнайы дастарханына қатысатын болдым дәміне. Бұйырса қаңтардан кейін бұйырса барамыз деп отырмыз. Визасын алдында. Америкадағы кісілерге қай жерде кездесетіміз? Бізде жаңылмасам 7-8 қалада кездесу бар. Соң Филадельфия, Бостон, Техас, Нью-Йорк, Вашингтон бірнеше қалаға барамыз иншалла. Ата-енеммен тұрғым келмейді. Күйеуім үшін амалым жоқтан қонып дейді. Өзімді қинап тұрып жүрмін. 8 жыл өтті, не айтасыз дейді. Енді тағы 1-2 жыл шыдасаң, үйреніп кетесің. Тағы 1-2 жыл шыда. Өзін қинап жүр екенсің ғой, енді түсінікті, ештеңе етпейді. Ертең сені де бала көріп жатқан шығарсың, балаң бар шығар. Ертең балаңды да бір келін келіп, мен де тұрғым келмейді, мен де кеткім келеді, мен де бүйтем десе, сен не істейсің айтшы. Сол кезде жылап, күйеуіңнің етегін ұстап қалып қалсаң, не болды? Ол шал болады, сен кемпір боласың ол кезде. Сондықтан жаным, Алла жақсылық берсін жаным. Сәл сабыр қыл, үлкендерді құрметте. Егер қатты қинаса, қатты өміріңе қауіп берсе, онда жолыңыз болсын, рахмет, дұғаларыңызға, тілектеріңізге рахмет, Алла разы болсын. Дуа барын қайдан білуге болады? Дуа барын білудің өзінің белгілері бар. Мен аккаунтында видео бар, 1 сағаттық, соны көріп шығыңыз. Ақ үлкен ит белімнен тістеп алып, өзімнің аяғым ауыр дейді. Денсаулығыңызды күттіңіз. Аяқ ауыр келіншектерге осындай түстер біраз мазалайды. Сұрақтама жауап беріңізші. 2 балам бар. Ата-енем, жолдасым, барлығымыз бірге тұрамыз. Намаз оқып жүргеніме 2 жыл болды. Бірақ хиджаб киюіме қарсы дейді. Үйде орамал таға, яғни хиджаб кию, хиджаб дегенде орамал жаулықпен жүруіңіз міндет емес. Көшеде Алланың әмірі болады, киіп жүріңіз. Алла қабыл қылсын. Бастырылып қала берем, жолдасымның астына пышақ қойдым, ол дұрыс па дейді. Басылып қойған, жоқ. Пышақ қойған жақсы емес. Бұрынғы кездерде қойған. Қазір сол кезде бастырылып жатқан кезде қолың жастықтың астына тиіп, бүйтіп ашуланып, біреуді қасыңдағы бір ұрсаң, ол өліп кетсе қандай болады жаным? Сот қарамайды ғой бастырылдым дегенге. Сондықтан жастықтың ішіне астына пышақ қою жақсы нәрсе емес. Сізді үйге қонақ қылып сұхбаттасақ бола ма? Болады. Тахаджуд намазын түн ортасында тұра алмай жүрмін. Таңертеңгі 6-да оқи берсем бола ма? Қайсы тұрсақ, яғни қай уақыттағы намаз сауабы көбірек? Түннің 3/1 бөлігіндегі сауабы көбірек. Одан кейін жатып ұйықтағаның, тахаджудке дейін жатып ұйықтаған жақсырақ болады. Бұл жаратқанның ризалығына оқылатын намаздардың бірі. Нәпіл. Күйеуім бауырларыммен араласқысы келмейді. Не істесем жөн? Осы сұрақ мені қынжылтады. Уақыт керек. Ортасында әңгіме бар, ортасында сөз бар, кішкене еркектік бір қисық намыс бар, керек емес кезде оянатын намыс. Соған тәуелді болып қалам деген сияқты. Одан кейін тәрбие де болады. Көп ата-аналар жаңа қатын дұшпан, әйел дұшпан, әйелге ештеңе беруге болмайды, әйелге сенуге болмайды, әйелге атына ештеңе жаздыруға болмайды, әйел туған туысымен құрсын дегендердің барлығының түбі өкініш болады. Бірақ өкініш болған кезде енді ол заманда сіз боласыз ба, болмайсыз ба, ол бір кейінгі мәселе, бірақ десе де осындай тәрбиеден балаларыңызды бұзбаңыздар. Балаларды жаңа теріс тәрбиеге беріп, қатын дұшпан, қатынға сенбе деп үйрететін адамдар, ертең сол қатынға өзің мұқтаж боласың. Сол балаң мұқтаж болады. Сол сен жексұрын көп көрген әйелге мұқтаж боласың. Құдай сондай қылып сүмірейтіп қояды алдында. Сондықтан бұлай істеген жақсы емес. Әлбетте еркек адам өзі мықты болу керек. Біз біреуді дұшпан көргенше өз балаларыңызды тәрбиелеңіздер, сол жақсырақ болады. Тәрбие деген біреуді жек көру, біреуді жақсы көру емес. Ауылға келіп уағыз айтып берсеңіз дұрыс болар еді, келесіз бе дейді. Сөзсіз,
сөзсіз барамыз. Мен барамын, ауылда көп жиі жүреміз, өйткені ауылды жерге көп адам бара бермейді. Мен ауылды жерге көп барамын. Атырау облысы, Түркістан облысының барлық деңгейдегі аудандарына, ауданнан төмен ауылдарға барып бастап жатырмыз. Оны жергілікті жерде әкімдік шешеді. Ассалаумағалейкум, Нұреке ұстаз, Алла разы болсын, әрбір қазаққа мұсылман, Алла разы болсын, рахмет. Таң намазға дейін үйден жұмысқа шығып кетемін, машинада оқығаным қабыл бола ма дейді. Жоқ, таң намазға дейін шығып кетсеңіз, 1,5 сағат, 2 сағат жүріп бармайтын шығарсыз. Егер далада машинада оқуға басқа жер мүмкіншілік болмаса ғана оқисыз. Бірақ машина тоқтайды, келесі такси бар, келесі автобус бар, тоқтап басқа жерде оқығаныңыз дұрыс болады, арнайы орындарда. Темекі дәретті бұза ма? Бұзбайды. Екібастұзға шақыруымыз бар, Павлодарға бардық қаланың басына. Қалжыңдап отырып, әйелім боласың ба десе, иә деп қойса, неке қиылды дейді. Сонда некенің шарттары қайда қалады, куәгер атын жоқ, ондай сөз жоқ. Әйелің боласың ба десе, иә болам деген бәрі үйленіп кете берсе, онда не болды онда? Жаңағы намаз оқығанда айтып жатыр да, бүйтсең намаз бұзылады деп. Бүйтіп қойсаң, онда ешкімнің намаз болмайды онда. Енді адам мұрны қышыды, мұрны бүйтіп қойды, намаз бұзылмайды одан. Әлбетте, олай істемеген жақсы. Бірақ енді шыбын қонды, мұрнын қышып өлтіріп бара жатыр. Бүйтіп дейсің бе, не істейсің? Енді бір істеу керек қой енді. Сол бүйтіп қойдың, енді одан намаз бұзылмайды. Немесе бір нәрсе бүйтіп қойдың, одан бұзылмайды. Сол бүйткенде сәпсем бүйтіп қолап кетпеу керек та, мұрныңды шығып, көзіңді шығып, екі қолыңмен шығып, олай істемеу керек. Яғни намаз саканат деп айтылады. Тыныштықта тұру керек. Қайта бүйтіп, қасынып, қайта бүйтсең, енді намаз бұзылады шын мәнінде. Ал енді жай әшек бүйтіп қимылға бұзылмайды. Құдды сол сияқты сен жаңағы маған әйел боласың ба десе, болам десе, одноклассницаның бәрі әйел болам деген. Мысалы, сен красавчик болғансың, Тимур. Сен түрің әдемі, қыздардың бәрі саған ғашық болған. Бәрін айтып қалсаң, әйелім бола ма деді. Болды. Ана параллельный класста оқыған бәрі саған әйел болғысы келген. Бәрі сенің қатың болып кетпей ме онда? Жоқ, бұл сіз онда әңгіме жоқ. Қайыз келіп жүргенде дұға кітапты оқыса бола ма? Болады. Дұға кітаптарды оқыса болады. Дұғаларды айтса да болады. Көшеде жүріп, ерегісіп, жол бермей жүретінде дұрыс насихат айтып жіберіңізші дейді. Енді біреу ақымақ болса, сіз ақымақ болмаңыз. Енді қазір жастардың бәрі қаны қызу, тәрбие сәл дұрыс болмағаннан кейін ба, бір нәрсе болса бір-біріне жол бермей, әкең шешең деп бір-біріне итергілеп, сигнал басып, боқтап, қуып жетіп барып, не істейсің деп, сөйткен бәрі ақымақтық болады, шайтанның артына ілесу болады. Сол үшін ең жақсысы шопырларға тақия киіп жүріңіздер. Тақия киіп алсаң ұрсамайды екенсің. Тақия киіп алып боқтасқан адам көрмейсіз. Ана қыздары шығып кетті, не дейсің сен маған? Не істей аласың сен маған? Өт түрің құрсын дегендерді көбе көретін болдық. Енді бұл тақияда, орамалда хиджаб тастамай қалды қазір. Сондай шайтандар күшейіп кетті, хиджабпен билей беретіндер де көбейіп бара жатыр. Сондықтан енді не айтамыз енді, айналайын. Білмеймін, сақал қой деп айтамыз, мынандай қылып боқтап сөйлегеннен кейін. Білмеймін, енді ұят болды енді. Боқтап сөйлегеннен дәрет бұзыла ма дейді, бұзылмайды. Енді боқтай бер деген сөз емес ол. Өлген адамды көп көру ненің белгісі? Солардың сізге мұқтаждығын көрсетеді. Мұрын шықса дәрет бұзыла ма дейді. Мұрын шыққаннан ішінен алтын, інжу, маржан, неше түрлі бұлақтар, неше түрлі жыбырлаған нәрселер түссе, дәрет бұзылмайды. Тек қана мұрын шыққанда қан, ірің ақса ғана бұзылады. Маңқан аққаннан дәрет бұзылмайды. Дуа бар дегенге сенуге бола ма? Белгілі білетін адамдарға егер айтса, онда сөзсіз дуа бар деген сөз. Саты көрсең не болады дейді. Сатымен көтерілесің Құдай қаласа. Кредит проблема көбейіп кетті дейді. Жақсы ниет қойып, құтылуды Құдайдан сұрап, дұғасын оқи беріңіз. Жер үйге қайын ағашын отырғызуға бола ма? Болады. Бірақ біздің қазақ халқы жеміс ағаштарын көп отырғызады. Өйткені жеміс ағашы пайдалы болады. Оның жаңағы қарға да, құс та жесе сауап жазылады. Содан кейін атадан малға қанша талғасын деген жақсы бір бізде маңызды дүние. Ал
елка егесің 25 жылдан кейін не болады? Ол табақтай елка болады. Болды. Егер оны сататындай болсаң, онда басқа мәселе. Пайда келтіреді. Қайнатам бізді ажыратпақшы. Біз семьямызды бұзғымыз келмейді. Перзентсіздік себеп дейді. Күйеуің шешеді. Жолдасыңмен жақсы бола бер, жолдасың қызметінде бол, жаным. Перзент иншалла Алла нәсіп етеді. Бірақ семья бұзуға бұл үлкен кісілердің араласқаны жақсы емес. Ер адам шешеді. Қайнағам қатты ішеді, енем қиналып жүр. Не істесек болады? Дұға қылыңыз. Азан шақырып ат қою туралы айтасыз ба? Неге күнге дейін тақ күні, жұп күні деп бөлінеді ме? Жоқ, ондай бөлінбейді. Тақ күні, жұп күні бөлінбейді. Азан айтудағы ең бірінші мағына не? Азан айтудағы түпкі бірінші мағына, бала дүниеге келген кезде құлағына кірген ең бірінші сөз анасының жүрегін естіді ол бала. Енді дүниеге келгендегі шыр етіп түскен кезде тосып алып тұрып құлағын Аллаху акбар деп айтса, ең патологы солай өзі. Ереже солай болу керек өзі. Енді ондай болмайды біз. Енді роддомда санат келіндер болмаса, хотя бы тезірек 7 күннің ішінде басқа жаман сөздер, айғай-шуды естімей тұрып, баланың құлағына алдыңғы қатарда Алланың сөзі, азан сөзі кірсін деген мағына. Ат қою басқа дүние, азан шақыру басқа дүние. Ат қойылу береді. Атты жақсы таңдау керек. Біреулер ат пен азанды байлап алған. Жоқ. Ат басқа дүние, азан басқа дүние. Аға, адам қайтыс болғанда иманы саламат болсын деп айтқанда бет сипамайды деп бір танысым айтты, сондай ма дейді. Таныстардың бәрі айта берген тыңдасақ, бәріміз есіміз ауып кетеді жаным. Иманы саламат болсын деген сөз, иманы бүтін болсын, иманы толық болсын, иманды болсын деген сөз. Өзі түпкі мағына сол. Біздің кейбір сөздерді біз окончаниясын немесе жалғауын дұрыс айтпасақ, онда ол бәрі түпкі, мысалы Хасан деген Хасан деп айтпай, Асан десек сол Хасан болады бәрібір. Мұхаммедті Махамбет десек те сол мәселе болады да. Сондықтан жаным, сол түпкі азан айтуда мағына сол. Үйдің алдына елка отырғызса бола ма? Айттым ғой елканы. Елка жақсы жері бар, жақсы пайдалы жері шырша, одан кейін шыршалардың барлығы хвоевый есептелінеді. Біздің ата-бабаларымыз өзі хвоевыйға аса көп мән берген. Мынау жаңағы можжевельник дейді, бұл да хвоевыйға жатады. Бұны жаңағы тобылғы дейдіміз. Әр жерде арша, сол нәрседен жаңағы ыдыстар жасаған. Одан кейін оған шыбын шіркей қонбайды. Әйтеуір жаңағы инелері көп болғаннан кейін бұны көп өмірде де пайдаланған, бұл жақсы нәрсе. Бірақ егер оны сен сатпайтын болсаң, мысалы қымбат биік елкалар қымбатта тұрады, егер жоқ сатылмайтын басқа жерде болса, лучше атадан мал қалғанша талғасын деп балаларың жеп жүргені жақсы болады да. Елкадан тұрады, әдемі елка болады 25 жылда. Бірақ сен ағаш ексең, алма ексең, жүзім, білмеймін, бір жақсы қолыңнан еңбек болса, бұл соны жеген құстың өзінен садақа болады. Ұрлап жесе де сауап болады. Негізі ұрлық харам ғой. Бірақ мысалы қарға кеп ұрлайды сіздің жаңғағыңызды, алмаңызды. Соны ұрлаған үшін, соның жеген үшін сізге сауап жазылады. Буаз малды союға бола ма? Біліп тұрып сойса күнә болады. Егер басқа вариант жоқ, мал жоқ, табылмай жатыр, онда басқа мәселе. Бірақ негізі буаз малды сою халқымызда да обал болады деп айтады жаным. Егер білмей қалдың, сойдың ішінен бұзау шықты, қой шықты, қозы шықты, енді басқа нәрсе. Білмей қалдыңыз. Сәлеметсіз бе аға, жауап бере аласыз ба? Менен бір баламен сөйлесіп жүредім дейді. Ол баланың жет атасы мен менің жет атам бөлек. Бірақ атасының мамасы менің руласым. Оның атасының мамасы не болып кетті Құдай-ау? Руласым. Ол әсер ете ме қанға әжесі рисковать етпе деп айтады. Ол имансыз болса, ол жаман өтірікші болса, сені алдаса, саған арақ ішсе, сонда рисковать етесің сен. О, рискің неоправданный риск болады да. Ал енді оның жет атасы, апасы, нағашысы саған рөл ойнамайды. Күйеуге шық айналайын. Олай туысқан іздей берсең, вообще отырып қаласың. Отырмақ түгіл плотно отырасың жаным. Алам деп тұрған кезде шығып ал. Жабысып тезірек шығып ал, болды. Ата наконец-то деп кейін қаласың. Давай, бағың ашылсын жаным. Шық. Қаза намазы айтасыз ба, қалай оқылады? Күн шығып, күн тік тұрып, күн батып баратқан басқа уақыттың барлығында ең соңғы қаза намазым деп, бесін ең соңғы ақшам, ең соңғы құптан деп оқи бересіз. Сүннеттер оқылмайды.
уақыт намаздың артынан оқи бер жаным. Ассалаумағалейкум дейді. Әкем, анам намаз оқуыма қарсы. Мен тыңдамай оқып жүрмін. Қаншалықты қабыл болады? Ата-анамның разылығын ала аламын ба дейді. Аласың. Жасың нешеде? Біріншіден, екіншіден, ата-анаңмен ерегіспе. Ерегісіп, мә саған ал өсейім деп олай оқыған жақсы нәрсе емес. Десе де көрсетпей оқы, жынына тиме. Одан кейін айтайын дегенім, былай бізде намаз оқыса болды, ана сопы оқып қалатындар бар. Бүйтіп, субханалла, астағфирулла мына жақта жоқ өзі. Әшейін былай показуха жасайтындар көп та, осыны қою керек. Ата намаз оқыған сайын мейірімді бол ата-анаңа. Намаз оқыған сайын жанұяңа мейірімді бол, ағайыншыл бол. Басыңды сәждеге қалай иесің, адамға, халыққа басың солай ие біл. Сонда былай болады. Бізде наоборот боламыз. Намаз оқыған сайын бүйтіп кекірейе береді да. Намаздағы еңкейгеннің өшін адамнан алады, ағайыннан алады. Жоқ, намаз оқыған сайын еңкей, ата-анаңа еңкей жаным. Қолына краник бар үйде, раковина емес, қолына су құй жаным. Мен сіздердің баталарыңызды алайыншы. Осы намаз оқығалы маған соны ұстаздар солай айтты десең, семьяңмен бәрі намаз оқып кетеді. Сәсет, туған туыс бәрі оқып кетеді. Мына бала қандай бала еді? Қазір қандай бала болды? Деген келу керек. Бізде наоборот, намаз оқыған сайын түрлері бұзылып, сақалдары шыққан сайын бейтіп, кекіреп, қорқытып бастаймыз. Жоқ жаным, жақсы жағын өзгер. Сонда қарайды, Құдай, бұл намаз деген қандай өзгертеді адамды? Неге солай? Құранда солай келеді. Инна салата танха анил фахша вал мункар. Намаз адамды арсыздықтан, жамансыздықтан, күнәдан тияды дейді. Бізде тимай жатыр. Намаз оқыған сайын күнә көбейіп жатыр. Неге? Өйткені сондай мәселе болу керек. Намазды самолетте оқи ма дейді. Конечно оқиды. Самолетте бәріміз оқимыз, отырып оқимыз. Самолетте проход тар, оқылатын жер тар, жүретін жер. Сондықтан ең дұрысы отырған орында мына кресло деп есептей бер. Мен кресломен ондай кресло емес. Осылай отырасың. Отырғаннан кейін Аллаху акбар. Дәрет алып алғаннан кейін Аллаху акбар деп оқисың, құлаққа дейін тигізесің. Аллаху акбар деп кәдімгідей оқисың. Еңкейгенде сәл бүйтесің, сәждеге барғанда денеңді жақсылатасың болды. Алдындағы сиденьеге басын тигізудің қажеті жоқ. Моншаның ішінде бисмилла деп айтуға бола ма дейді. Егер әуретің жабық болса, онда болады. Кірердің алдында айтып ашы өзі. Моншаға кірердің алдында бүкіл аят, ясин, сүре, құран, бақара оқитын бәрін оқып ал. Бүкіл дұға, қалдап айтып бәрін жасап аш. Сол моншаның ішіне кірді, тезірек кіріңді жуып, езініп, пилинг жасап, жақсылап партия етіп шығып кет болды. Содан шыққаннан шай ішіп отырып айта бер тағы да. Онда жақсы болады. Моншадан басқа жерде жоқ па? Моншада бата беретіндер бар екен. Ана жастарға айналайын, рахмет. Ана біреу тазалап қояды екен да, тазалап қойса бүйтіп бата береді. Бата беретіндер бар екен. Қой, Құдай сақтасын, олай істеуге болмайды. Анамыз совет үкіметінің адамы, анамның разылығы үшін бірге жаңа жыл қарсы алсам дұрыс па дейді. Анаңыздың ризалығы жаңа жылға байланып тұр ма не? Сен қарсы алмайсың ғой. Былай ғой мәселе. Жаңа жылды қарсы алсаң да, жаңа жылды қарсы алмасаң да, есікті ашып күтсең де, салют атып күтпесең. Мысалы, ұйықтап қалсаң, ұйықтағандар 23-те қалып қала ма не? Бәрібір 24-ке өтесің. Қарсы алсаң да өтесің, қарсы алмасаң да өтесің. Бірақ енді елдің бәрі отырса, мен қарсы алмаймын деп кетіп қалмай. Арақ болмаса, келіп отырып, жақсы деп салат жеп, винегрет жеп отырған ол күнә, арам, кәпірлік емес. Елдің ортасында басқа дүниелеріміз зерттейік біз. Қоғамдағы арсыздық, ұятсыздық, зина, мысалы ағайыннан кету, туысқанды бөлу, ақша үшін араласу, коррупция, міне біздің күресетін дүниеміз. Ғылым, білім қуу, топастық болып артқа кету емес. Міне осы нәрсені кішкене дамытуымыз керек біз. Біздің қадалғанымыз жаңа жыл, елка, шырша, ешкім сіздер сенбейтін шығарсыздар, Дед Морозға. Дед Мороз жоқ. Дед Мороз физкультураның мұғалімі ол. Бірақ өзің жаңағы арақ ішесің, немесе ішпесең ғайбат өсек айтасың, намаз оқымайсың, Новый годқа келгенде қадаласында қаласың. Солай жан. Мен бұл қарсал деген мағына емес, бірақ кішкене былай ойлау керек та адам. Менде тілімде ақау бар. Кекештенемін. Құран оқыған кезде қиындау. Не істеуге болады? Тіліңді Құранға келтіріп бер, Алла жәрдем береді жаным. Тамаша. Ешқандай уайымдама. Уайымдама, Алла разы болсын. Еш ұялма, қынжылма, қысылма. Сол Құранның, Алланың сөзі тіліңді ашады жаным.
Ұстаз, егер жаңа жылда еш ішімдікпен қарсы алсақ күнә емес? Түсінбедім. Жаңа жылды қарсы алу дегенді түсіндіріп жатырмын. Қарсы алмасаң да келеді. Мысалы, жаңа жылды қарсы алмайтындар 24-те қалып қала ма, 23-те? Олар да өтеді олар. Мына неге қалып қалмайды? Мысалы, қарсы алмады, ұйықтап қалды. Қарсы алғандаршы, алдына кетіп қалып, қарсы алмағандар чуть-чуть артта қалып қала ма? Қалай болады? Солай жаным, мән бермей-ақ қой. Ағайындар қонаққа шақырған арақ құяды. Біз арағы болған жерге бармаймыз. Бұл дұрыс па дейді? Дұрыс. Неге барасың сен? Арақ ішкен жерге неге сен барасың? Неге олар сені құрметтемейді? Неге сен құрметтеу керексің? Неге сені құрметтемейді? Сен де құрметтесін. Сен ақша сұрап отқан жоқсың одан. Намазды қалай тез оқып кетуге болады? Сразу дәрет басында тез оқисың. Туалетте кіргенде қандай сөз айтып кіру керек? Кіргенде емес, кірердің алдында айтасың. Кірердің алдында сол әжетханаға кірер дұға бар. Сол дұғаны қағазға жазасың, ручкаға. Я Алла деп соны жазасың. Переводын қоса жаз. Сөйтті, скотчпен осыны бейтіп жабыстырып қойып қой. Содан туалеттің алдына кіргенде есікке қарап оқып аласың. Енді ішің өтіп жатқанда оны оқи алмайсың, прямо кіріп кетесің. Оны оқып тұрсаң бұтыңа жіберіп қоясың. Сондықтан лучше ішіне кіріп кете бересің. Шыққаннан кейін, я Алла, өзің құтқа жаман нәрседен денем тазалағаныңа шүкір деп айта бер қазақша. Күйеуім жұмыста қыздармен аралассам жақтыртпайды. Енді сені жақсы көреді, бұзып қоймасын мен әйелімді. Әртүрлі әйел бар ғой, семьясын айтады, проблемасын айтады, күйеуін жамандайды, күйеуіндегі ортасын жағдайын айтатындар да бар, әртүрлі адам бар ғой. Сондайға қосылса, менің жақсы әйелімді бұзып қоям екен деп уайымдайды жаным. Ол жаман нәрсе емес. Қайтыс болған адамға иманды болсын деген дұрыс па, иә? Тіріге де айтады, иманды бол дейді. Дүниеден өткенге де айтады, иманды болсын дейді. Бұл ең жоғарғы байлықты тілегені. Иман ең жоғарғы байлық жан. Машинаңмен бол, әйеліңмен бол деп айтпайды ешкім, иманды бол дейді. Бұл жақсы нәрсе, көрдің ба? Бұл тіріге де айтылатын дұға, және қайтыс болған адамға да айтылатын дұға. Үйге суға дем салып үйді тазалайды. Тазалауды айтсаңыз, қандай сүре оқу керек? Үйді тазалаудың патологы, үйде еркек адамның айтқан азаны. Үйді тазалаудың патологы. Содан кейін үйді тазалау деген сөз, таза ұстау деген сөз. Үйге кірер шығар кезде дұғаларды оқып жүргеннен артық бұл нәрселер жоқ. Біреуді жалдап, оған ақша беріп, ол суды оқып, бүйтіп оқып, шуф деп ана бұрышқа шашып, оқып алып, мына бұрышқа шашудың, немесе жаңағы шөткемен, бұның бәрі алаяқтық. Жамағатпен намаз оқығанда, қай намазда дауыс шығарып оқимыз дейді. Жамағатпен намаз оқығанда, таң намазын дауыстап оқисың парызын, одан кейін ақшам намазының парызын дауыстап оқисыз, одан кейін барып түнгі құпта намазының парызын ғана дауыстап оқисыз. Алдыңғы 2 рекағаты ғана. Так, ең жақсысы мешітке жамағатқа барған жақсы. Қайтыс болған адам бейтінен тас алып кетуге бола ма? Әжемді сағынғанда сол тасты ұстап жүремін дейді. Егер аталарымызды сағынып тасын алып кете беретін болсақ, сүйегі де қалмайтын еді, бәрін алып кетіп қалған болар едік. Мысалы, мен Абылай ханды жақсы көрем, хан Абылайды, Кенесары атамды жақсы көрем. Тура сол сияқты Әбілқайыр хан атамды жақсы көрем. Соны жақсы көргеннен барып сағынып, Әбілқайыр хан атамның әділеттігі Хазірет Омардың әділеттігіне тең болған бабамыз болған. Соның сүйегін топырағына мен алып кетсем, Әбілқайыр хан атам тұқымдары, кіші жүздер, орта жүздер барлығы бар, олар алып кетсе, байғұстың сүйегі де қалмай қалады ғой.
Бұл біріншіден. Екіншіден, анаңды, әжеңді сағыну топырақты сүюмен өлшенбейді. Әжеңді жақсы көрсең, соған дұға қылып, әжеңнің жолын қуып, әжеңе сауап болатын нәрсені істеп, әжеңе жаман ат тигізбеу, бәленнің қызы мынау шөбересі деп, соған жақсы ат тигізбеу, соны жақсы көрудің белгісі болады жан. Өтіп кеткен қорқыныштар дейді, көңіліме есіме түсе береді, сол ойдан қалай арылсам болады дейді. Жақсы ойларды ойлауға көбірек бағыттайсың. Қолыңа тәспа алып, әрдайым Алланы зікір етіп жүрсең, бұл нәрседен жеңілдейсің. Әйел адам намаз дауыстап оқи ма? Жоқ, сыбырлап оқиды. Сыбырлап оқиды. Әйел адам дауыстап оқымайды. Мынан аға, қарызым көбейіп кетті, уақытлы бере алмай қалдым дейді. Ниет түзелмес деген. Ниет қарыздың көбейгеннің үстіне көбейіп, бір қарыздан бір қарызға кірудің ең басты себебі иннамал амалу бин ниет, ниеттің дұрыс еместігіне. Бірінші қарыз алған кезде немесе кейінгі 3 рет қарыз алған адамның қарызында ниетінде қателік бар. Берем, немесе міні берем, әні берем де өтірік айту, осы нәрселер болған кезде Алла тағала бұл адамды қарыздың белдеуінен шығармай қояды деген тұжырым бар. Ниет түзелеңіз. Құтқарам, берем, Алла маған жәрдем бер деп белді бұлсаңыз, Алла жәрдем береді. Ары қарай бұл нәрсеңізден құтылудың жолы жеңіл болады сізге. Қолымды күйдіріп алдым, қолым байлаулы, су тигізе алмаймын, қалай оқуға болады? Так, көрсетіп берейін, Қолыңызды күйдіріп алдыңыз, қолыңыз байлаулы. Не жер күйіп қалды. Немесе гипста. Дәрет алған кезде қолыңды осы жерге дейін жуасың. Мына жерге су тигізуге болады ғой. Содан кейін мына жағы бар. Мына жағын жуасың. Мынаған су тигізе алмайсың. Тисе де өтпейді. Бұл қолың сулайсың да, мына қол бүтін ғой. Мына қолмен бүйтіп сүртесің. Осылай болады. Бұны жәбира дейді. Бұны қарау қалай түсінуге болады дейді. Қандай мүлігі әңгімесі да. Сәждеде айтатын сөзді рүкуғда шатасып айтып қойса намаз бұзыла ма дейді. Жоқ, қабыл. Ешқандай әдейілеп айтпасаңыз ештеңе етпейді. Бола береді. Екеуі де Алланы ұлықтаған зікірлері. Сәждеде айтудікі сүннет болады, рүкуғда сүннет болады. Екеуінің орны ауысуы намазды бұзбайды. Қалып қойса да бұзбайды. Сәлеметсіз бе, інім намаз оқиды, жолап кетсе өйтпе, бүйтпе дей береді, мазаны алады дейді. Енді жақсы болсын деп жатқан шығар. Сәпсен мазаны ала берген дұрыс емес, оған бүйтіп айт. Ла икраха фиддин, яғни дінде зорлық жоқ деген үкімді айт. Болды, бірақ сені жақсы көріп, тозаққа түспесе екен, күнәға бармаса екен, жақсы болса екен деп айтқан дұрыс болады. Бірақ жаңағы қалай десем болады, бүйтіп адамның жанын жеп, чұқып, оны қаралауы дұрыс емес. Намаз бастағым келіп жүр. Киіну үлгісінің дұрысы қалай? Еркекке ме, әйелге ме? Ел күлмейтін, ел мазақтамайтындай болса, еркекке жеткілікті. Елдің бәрі ғалым деп ойлап қалмау керек сені. Одан кейін егер еркек болса, қыз балаға әурет жерлері жабық болса, жеткілікті. Тәңіршілдік туралы білмейміз. Ақпарат бересіз бе? Белгілерін қолданып ұстанып жүргендер бар. Бір үйдеміз ойландырады. Тәңіршілдіктің не кітабы жоқ, не бір ғылыми еңбек жоқ. Ислам дініне дейінгі одан да көп замандағы тас дәуірінің аржақ бер жағында қалған дүниелер. Енді қиялидан жатып алып, Құран оқыған бір жынның көрдіңіздер. Одан кейін тағы біреуі бар, атын айтпай қойын, енді о кісінің жаңағы өз ойына келген арабша сөздерді қазақша бұрмалап айтып жүрген сөздердің барлығы бұл өзінің тұжырымы, ойы, қиялы.
ешқандай не ғылыми еңбек жоқ, не нәрсе жоқ дүниенің біреуі. Бұл үлкен адасушылық. Егер біз олай келетін болсақ, тәңіршілік дұрыс болатын болса, онда біздің бүкіл мына ата бабаларымыздың бәрі адасқан болып кетеді. Шәкәрім, белгілі Машһүр Жүсіп аталарымыз, бабаларымыз, Сұлтан Махмұт бабаларымыз, кешегі Мағжандар, кешегі өткен қазақ зиялылар, алаш зиялыларының барлығы мұсылман қауым болады. Сонда солардың бетіне түкіріп, олардың бәрі адасқан, мен тәңіршімін деп қалай олардың жүзіне қарайсыз? Мен әлі Құдайды айтпай тұрайын. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес. Аға, менің анама әйелі дауыс көтерген дейді. Менің анама әйелі, кімнің әйелі дауыс көтерген? Әйелі дауыс көтерген үшін әйелімді ұрған едім дейді. Енді ажырасамын деп жүр. Сенің әйелің анаңа дауыс көтерген үшін сен оны ұрдың. Әйеліңдікі дұрыс емес, сенікі ақмақтық. Енді ажырасам дегені қателік. Осы үш қазият. Енді не істеу керек деген сұрақ туады. Сен әйеліңді ұрғаның үшін кешірім сұра. Қателік кетті, екінші ұрмаймын деп кешірім сұрап көр. Семьяны бұзба. Қандай амал табасың, сыйлық берерсің, бір алып шығарсың, бір жерге апарып кафеге отырғыз, балаларын ортаға қой, жақсы сөз айт, кешірім сұра, бірақ ананың көзінде істеме оны. Былайырақ алып шығып көп қой енді. Түнде де бірге жатқан шығарсыздар, сол кезде әйтеуір амалын тап. Амалын тауып, әйеліңді қалдыр. Ана ақымақ достарыңды тыңдама. Бүйткенде бүйте жіберу керек, ондай қатынды жоқ қылып жіберу керек деп айтып жүрген уағыздар да бар. Солардың біреуі саған қатын болмайды. Сенің қызыңды айт, сен сөздің уағызыңды тыңдадым да, шешемді қуып шықтым де. Сен айттың, бұндай қатын құрсын деп айттың, мен соны тыңдадым де. Содан кейін қатынымды қуып шықтым де. Енді қызыңды беш маған деп, сол молдаға айт. Береме саған қызын. Мен нағыз еркекпін де. Біреуі саған бермейді қызын. Неге? Уағыз айттың ғой сен солай. Неге қызын бермейді саған? Сен мужиксің ғой. Көрдің ба? Сондықтан ол дұрыс нәрсе емес. Ешкім саған әйел болып бермейді, балаларыңа ана болып бермейді жан. Сондықтан пендешілік болды, қателік болды. Енді оны чұқи бермей, кешірім сұрап, ортақ мәмілеңді реттеп, ары қарай өмір сүр, анаңа өзің жақсылық жасай бер. Ол әйелің кейін түсіне жатар, өз аналық ата-ананың қадірін балалы болып білесің дейді. Содан ақыл айтқыштардың сондайларды бүйту керек дегендердің ешқайсысын тыңдама. Семья ол ең құнды, бағытты, бақытты дүние жан. Сондықтан осы қадірле, қастерле.